Капиталімізді жалғастырамыз. Біз ось сызығын сыздық, сопақшаны сыздық. Енді біз табанын сызуымыз қажет. Яғни табанын табу үшін бізге мынаны есептеуіміз керек. Мысал ретінде біз абаканың қалыңдығын алып есептесек те болады. Міне. Яғни қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни абаканың қалыңдығымен мына аяғына дейін есептегенде 6 бөлік шықты. Демек біз не істейміз? Мына қалыңдықпен, яғни мына қалыңдықпен біз әрі қарай сызып бастасақ болады. 6-ға бөлеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Екеніз. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Кішкене асыр жіберттік біріншісін. Мінекейіз. Яғни капитал осы жерден аяқталуы тиіс. Мінекейіз. Осы жерден аяқталуы керек. Байқағандарыңыздай абаканың қалыңдығымен және табанның сопақшасы бірдей. Демек бізде сопақшасын табанын міне. Біз осы бөлікті аламыз да 2-ке бөле саламыз. Міне. Енді мына жерден біз мынау сызыққа перпендикуляр сызық сызамыз. Перпендикуляр дегеніміз ол 90 градус орналасқан сызықты айтылады. Оны егер сіз қолыңызда сызғыш жоқ, оны қалай перпендикуляр екенін ажыратқыңыз келсе, қарындаштарда мынандай сызық болады. Яғни мынандай бөлініп тұрған сызықтар болады. Яғни осылайынан сызыққа тексерсек болады. Байқағанда мынау сызық төмен кеткен. Перпендикуляр. Енді перпендикуляр болды. Келесі қадам бізде цилиндрін шығарамыз. Абаканы таптық, эхинді орнын таптық. Енді мына цилиндрлік жағын шығарсақ, бүткіл басқа жерлерін шығара алатын боламыз. Енді жалпы эхин ені 7 бөлік болады. Яғни біз 7 бөлікке бөлеміз. 1, 2, яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сәл жетпей қалды. Тағы да өлшейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Міне. Яғни 7. Осы бөліктер. Қалған бөлікті біз өшіргішпен алып тастаймыз. Қалған бөліктер бізге қажет емес. Бірақ мынау сызық бізде болуы тиіс. Сіздер тік тұрған капиталды салдыңыздар ғой, сол кезде байқағандарыңыз, яғни мынау биіктігі біз 6-ға 5-ке бөлеміз. Енді осы жерде біз аламыз да мынау тік сызықтың бойын біз капиталдың биіктігі бізде 6 болса, абаканы алып тастаймыз, сонда 5 болады. Демек біз мына нүктеден мына нүктеге дейін 5 тең бөлікке бөлеміз. 1, 2, 3, 4. Кішірейтеміз. 1, 2, 3, 4, 5. Тағы да кішірейтеміз. 1, 2, 3, 4, 5. Осылайша тапқанша өлшейсіздер. Яғни өлшемін дұрыс тапқанша өлшейсіздер.
қалған сызықтарды өшіріп тастаймыз. Яғни нүктелерді өшіріп тастаймыз. Сызық емес. Міне кейіңіз. Енді аламыз да мынау нүктелерден мынаған параллель сызамыз. Міне параллель сыздық. Енді бізге қалғаны мынау нүктеден және мынау нүктеден капительдің цилиндрлік жағын теңестіру. Қолымызды созамыз оң жағындағы капительдің, яғни цилиндрлік жағын, оң жағын осылайша көздейміз де мына нүктеге алып келеміз. Қолымызды созамыз. Сол жағын, астыңғы жағын, сол жағынан, қарындаштың оң жағынан көздеп, алып келеміз. Есімізге сақтаймыз. Сызамыз. Міне екеніз. Міне. Артық сызықтарды өшіріп тастаймыз. Яғни бір әдемі сызық жасауға тырысыңыз. Екеніз. Сонда бізде капительдің табаны міне болады, осы болады. Аламыз да. Енді мына жерде біз есіңізде салайық, 5 бөлікке бөлген болатынбыз. 5-тен бірінші нүктесінде, міне, мына капительдің астыңғы қырымен қиылысқан жерде бізде нүкте болады. Мына нүктемен мына эхиннің, яғни сопақшаның ең шеткі нүктесін қиғашынан қосамыз. Осы жерде. Және мынау оң жағындағы дәл солай, мынау бірінші нүктеден созылған сызықпен капительдің шеткі сызығы қиылысқан жерден нүктеден нүктені не істейміз? Қосамыз. Екенсіз. Енді мына жерде дәл солай осы диагональ бойынша аламыз да қоямыз. Қай жерден? Міне. Неке. Яғни мынау сызық бойынша. Артық сызықты өшіруге тырысамыз. Керек емес. Бізге керек емес сызықтарды өшіре саламыз. Осылайша мынау нүктені, осы нүктені былайынан бір-біріне қосамыз. Мына жерде мынау сызықтары мынаған параллель ұқсатамыз. Міне. Мынау қалайынан жатса, мынау қалайынан кетсе, мынау да соны қайталауы қажет. Мына жерде де қалай кетсе, мынау да дәл солай қайталауларыңыз қажет. Мынау сызық, мынау. Біз капительді қараған кезде мынау сызықтардың барлығын көріп тұрған. Біз көріп тұрған сызықтардан бөлік сол ар жақта қалай тұрғанын да елестете білуіміз қажет. Осындай кеңістік ойлау қабілетіңіз жақсы дамыса, сізге сурет салу өте жеңіл болады. Сол себепті мына жерде бергі жағын ғана қарамаңыздар. Егер сіз бергі жағын ғана салатын болсаңыз, мынау жалпақ, яғни объем пішімі сезілмей, оның жалпақ қылдырып салып тастауыңыз әбден мүмкін. Сол себепті біз аламыз мына центрден мынау нүктеге дейін қанша болса, мынақта соншалықты нүктені қоямыз, бірақ
кішірейтеміз. Бер жағынан кішірек, то есть бер жағынан үлкен, ар жағынан қысқарақ болады. Сонда мынаны біз жобамен сопақшасын жалғасып кеткендей, аса қатты сызудың қажеті жоқ, жобасын келтіруіміз керек. Қарасаңыздар, АБК ихиннің табанының, ихиннің жоғар жақтағы сопақшасы, астыңғы сопақшасы.